Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгінгі тақырыбымыз қорылдау. Қорылдау неге алып келуі мүмкін және себептері қандай? Үй жағдайында қалай онымен күресуге болатынын жайлы талқылаймыз. Менің есімім Фархат Бүркітбаев, 10 жылдық тәжірибесі бар лор-хирург, құлақ мұрын тамақ аурулар жайында эксперт маманмын. Видеоның басында айтайын, қорыл ол дұрыс емес. Постоянно қорылдап жүру ағзаға өте зиян. Енді болады кейбір жағдайда адам шаршаңқы болып, ұйқысы келіп, қатты күндіз бойы физикалық активность, стресстен кішкене шаршаған кезде анда-санда қорылдау ол норма. Бірақ жүйелі түрде күнде қорылдап және де демін тоқтатып қалу ол ағзаға зиян. Неге зиян? Біріншіден, кислород бармайды, миға кислород бармайды. Хроническая гипоксия ол неге алып келуі мүмкін? Күнделікті ұйқысы келіп жүруі мүмкін, күндіз ұйқысы қанбай, невнимание, зейіні төмендеуі мүмкін, работоспособность, то есть жұмысқа деген икемділігі төмендеуі мүмкін, адамда ештеңеге тәбеті болмайды, желаниесі болмайды, ол шаршаңқы жүреді. Күндізгі ұйқысы созылады. Неге? Өйткені обедкі уақытында обязательно міндетті түрде ұйықтау керек, себебі түнгі ұйқысы дұрыс емес болған. Сол себепті қорылмен және де оның тынысы тарылу миға зиян. Екінші момент ол жүрек қан тамыр жүйесіне, то есть кейбір адамдарда қан қысымы жоғарылайды, жүрек қан тамырлары соғысы жиілейді, немесе инфаркт, инсультқа жаңағы бейімді болады. Оның бәрі сол ұйқыдан басталады. Ұйқыда қорылдап, тынысы тарылып, жүрекке тоқтап қалған кезде кислород бармай, соның салдарынан давлениесі де жоғарылауы мүмкін, жүрегі де қатты қысып, шаншып ауыру мүмкін. Енді мен тікелей бол демеймін, бірақ соған алып келетін жағдайлар осы болып табылады. Жалпы қорылдың механизмін түсіндіре кетейін. Қорыл деген ол специфически өзі бір дауыс шығады. Не үшін? Себебі ауа тыныс жолдарынан өткен кезде тыныс жолдарындағы жұмсақ тіндер, оның қатарына бадамша бездері, оның қатарына жұмсақ таңдайымыз, тілшек сол жатады. Сол вибрация бергеннен адам қатты дауыстар шығарады. Қорыл деп саналады ол. Оны енді адам ұйықтап жатқанда сезінбейді, жанындағы жатқан жолдасы болса, немесе достары қатты сезеді және де ұйқыға кедергі болады. Енді қорылға не алып келеді? Себептерін және соның проблеманың шешімін айта кетеміз. Біріншіден, енді ол сол баяғы аденоид мәселесі. Мен аденоид жайлы өзінің алғашқы видеоларында айтып кеткен едім. Балдардың қорылы және ол неге байланысты сол тақырыпты видеолардан, менің YouTube каналымда видеолардан толығырақ білсеңіздер болады. Бүгінгі видео ересек адамдардың қорылы жайлы болады. Прикус, то есть кішкентай кезінен ересек адамның прикус дұрыс болмаған, аденоидты белт қалыптасқан, аденоидты кезінде емдемеген, ол перерастет деген болады ұғым, то есть өсіп кетеді, өзі кетіп қалады. Келісемін, аденоид мүмкін кейбір үлкен адамдарда кетеді, дегенменен жағы толық дамымайды, аузын ашып жүреді, тыныс жолдары нормада үлкен болса, ол аденоид бар емделмеген адамдар тыныс жолдары өте жұқа болады, и ол өскен кезде демалуына әсер етеді. Оны ортодонттар прикусын өзгертеді, біз мұрынның қалқанын түзелейміз, дегенмен де ол кішкене емдеуге қиындау. Сол себепті кішкентай кезінен бастап, балдарыңыз болсын, қыздарыңыз болсын, аденоидты диагностика жасап, анықтап, ол дер кезінде емдеңіздер. Екінші үлкен себеп ол артық салмақ. Байқайсыздар ма? Қарны үлкен, тамағы екінші подбородок бар кісілер кәдімгідей тамаққа тойып алып ұйықтаған кезде қорылды жібереді. Неге? Өйткені ол еттері май басады, май басқаннан кейін ол кәдімгі салмақ береді, тамағындағы нагрузка болады, сол себепті ол қорылдайды. Сол себепті менің кеңесім салмақ тастаңыздар, физикалық активностьті қосыңыздар, жаңағы салауатты өмір салтын ұстаныңыздар, сол кезде қорылы өз-өзімен кетеді. Үшінші мәселе ол әрине темекі тарту және де ішімдік ішу, енді көбісінде жұмыс практикасында болған шығар, енді біз оны құптамаймыз әрине, бірақ дегенмен де сол темекі мен алкоголь қорылға алып келеді, соны тоқтатыңыздар. Тағы да бір себептің бір, ол ұйқы кезіндегі адамның дұрыс жатуы, положение во сне дейді. Оны енді кезінде өзіміздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткендей, оның сүннет ретінде оң жаққа бір қырымен жатқан адам ол қорылдамайды және де тынысы емін-еркін болады. Енді қазір заманда көбісі екі бетпен жатады, ішпен жатады, оның зияны өте орасан. Неге? Өйткені ол қорылға және де демнің тоқтап қалуына алып келеді. Осы орайда мен сіздерге бір лайфхакпен бөлісейін. Егер сіз әрдайым шалқаңызбен жататын болсаңыз, бір қырымен жату сізге қиындау болса, онда сіздер футболкаңызда қалтасы бар, футболкаңызды теріс киесіз, қалтаға кәдімгі теннисный шариктарды салып қоясыз, сөйтіп жатасыз. Түнгі уақытында арқаға аунаған кезде, арқаңыздағы теннисный шарик арқаңызға батып, сіз вынужденно уже сразу оң және сол қырыңызға жатасыз, и ол кезде демалыңыз жақсы болады. Тынысыңыз тарылмайды, қорылдамайсыз. Ол сіздерге кішкене лайфхак.
Тағы да бір лайфхактардың бірі ол қазіргі заманда нарықта өте кең тараған мұрынның дилататорлары дейді, расширитель. То есть көбінесе мұрынның ішкіне немесе сыртқы жағына қойып қояды оны. Ол көбінесе жаңағы европеоидный немесе Кавказ ұлттарының адамдарында болады. Себебі мұрынның клапаны передний өте тар, мұрындар қыр мұрынды келеді, и ал жақта өтетін ауа өте тар болады. Сол себепті ол расширительдер, дилататорлар, олар мүмкін соларға жақсы эффект береді. Қолданып көріңіздер. Тағы да бір айтатын мәселе, қорылға алып келетін, ол енді мен өзім лор маманы ретінде айтайын, мұрынға ет өсуі мүмкін, аллергический ринит болуы мүмкін, немесе мұрынның қалқаны қисаюы мүмкін. Сол себептерден адам қорылдайды. Оны енді диагностика жасау үшін бірінші таңда маманға жүгіну керек. Толыққанды компьютерлік томография, эндоскопия түсіру керек. Сол кезде себебін анықтаймыз. Не болып тұр? Ет өсіп жатыр ма? Мұрынның қалқаны қисайған ба? Егер соны біз операция жолымен түзелейтін болсақ, мұрын тынысын тарылмайтындай, жақсы демалатындай болса, қорыл жай-жай кетеді. Қорыл болса да қатты тынысы тарылмайды. Тағы да бір айтарлық мәселе ол жұмсақ таңдайдың проблемасы. Жұмсақ таңдай ұзын болады, немесе бадамша без үлкен болады. Ол жұмсақ таңдайдың бұлшықеттері әлсіз болады. Сол себепті хирургиялық жолмен палата пластика дейді бар, соны операция жасаса, жұмсақ таңдайдың коррекциясы болады, пластикасы болады. Сол себепті қорыл азаяды. И кейбір адамдарда демалу тынысы тарылмайтын болады. Кейбір адамдарда сол операция өткен немесе операция бір қарсылықты бар пациенттерімізге біз сипап аппаратын ұсынамыз. Ол сипап аппарат деген не десеңіздер, ұйықтап жатқан кезде адамға маска киіледі и активно давлениемен кислород береді. То есть адам аздап қорылдаса да миға постоянно кислород подача беріп тұрады. Әрине, онда плюсы бары болғанмен де минусты жағдайлар да бар. Енді кішкене қолданысқа ыңғайсыздау, бірақ дегенімен де мүлдем миға кислород бармағаннан гөрі, ол да хотя бы активно болса да мұрын арқылы, сипап аппарат арқылы кислород барып тұрады. Енді соңына қорытындылай кетсек, қорыл, әрдайым қорылдау, тыныс тарылу өте зиян. Оны біліп қойыңыздар, және де өзіңіз жақындарыңызға айтып жүріңіздер. Екіншіден, оның жолдары, то есть неден пайда болатындары айта кеттік. Ол артық салмақ болсын, темекі шегу болсын, ішімдік ішу болсын, және де мұрынның қисайған ет өсуі болсын, сол себептер. Және де оның шешімі бар екенін біліңіздер. Операциялық жолмен емдеп, без операция жолмен емдеуге де мүмкіндік бар. Осы видеода максимально қарапайым тілмен жеткізуге тырыстым. Құрметті оқырмандар, видео пайдалы болса, өзіңіздің достарыңызбен, таныстарыңызбен социальный сети, Instagram болсын, статустарыңызға, WhatsApp желісі де арқылы таныстарыңызға жіберіңіздер. Қорылдың қаншалықты зиян екен, және де қорылды қалай құтылуға болады екенін олар да біліп жүрсін. Және де осы қазақша беріп жатқан материалды, контентті бірге дамытайық. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, колокольчикті басып қойыңыздар. Осындай пайдалы ақпараттармен мен үнемі бөлісіп тұрамын, оны жіберіп алмаңыздар. Қош, сау болыңыздар.